Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Келесі шығарылымда Ақмешіт аймағы, Ақмешіт 10-ші үйден 3 бөлмелі пәтер көреміз. Бұл үйіміз 1987 жылы салынған материалы панельді. Пәтеріміз 3-ші қабатта орналасқан, ортаңғы бөлікте 3 бөлмелі пәтер 60 шаршы метрді құрайды. Ал енді бәріміз бірге пәтердің ішкі жақ бетіне қарай өтейік. Подъездіміздің көрінісі. Bir пролетта 3 пәтерден біздің пәтеріміз оң жақ бетінде. Пәтеріміздің кіреберіс бөлігі. Кіреберістен солға қарай үйдің бірінші жатын бөлмесі орналасқан. Үйдің жөндеуі өте жақсы. Қабырғаларымыз түс қағазбен, еденіміз ламинатталған. Мына тұста екінші жатын бөлмеміз. Бөлмелер жарық. Пәтеріміз 60 шаршы метрді құрайды. Орталық бөлікте орналасқан. Мына тұста үйіміздің қонақ күту бөлмесі. Мінекей. Өте жақсы ұқыпты жөндеу. Қонақ күту бөлмесінің төрінде пәтердің лоджиясының жалғасы орналасқан. Ара жақ басында ас үй арқылы кіреді. Осы тұста пәтеріміздің ас үй орналасқан. Ас үйіміз кең. Ас үйіміздің жалғасы лоджияға ұласып кетеді. Пәтердің терезелерді екі жақ бетке де қарайды. Мына тұста пәтердің санитарлық торабы бірге орналасқан. Осы пәтеріміз сіздерге ұнаған болса, төменде көрсетілген номерге хабарласып, толық ақпарат ала аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет.